Assalomu alaykum jigitlar, qizlar. Қалайсыздар? Сендермен солбай бақыт достар. Бүгін менің аккаунтым, Free Fire аккаунтым баннан шықты. Бүгін шықты, кеше шыққан жоқ. Кеше сонша күттім, баннан шыққан жоқ. Бүгін шықты. Неге аккаунтың ботта жатыр десеңдер? Неге ботта жатыр десеңдер? Сіздерге көрсетейін, поштаға келді. Короче, неде айтып жатыр да, бүгін 7 июнь күні сағат 1-ден 12 минут өткенде аккаунтың боттан мастер көтеріледі, өзі алдын көтерген затын көтеріледі деді. Если тағы читермен түсіп, ямаса ойнайтын болса, аккаунтың банға кетіп қалады деді. Навсегдаға беріп жібереміз банға. Соның үшін енді читермен түспеуге әрекет ету керек. Осы аккаунт банға кетіп қалуы мүмкін. Енді сіздерге айтамын, алдын аккаунтымды обзорын жасайын деп. Аз аккаунтым обзор жасайын. Аз персонаждардан басайын. Персонаждардан хамме персонаждар бар. Аккаунттың ішінде общий хамме персонаж бар. Питомсилерден келетін болсақ, питомсилерден тек аз ғана питомси бар. Так, енді оружиялардан көрсететін болсам, профилдан басайын. Профил 59 уровень, 12 мәрте КП рейтингінен, 10 мәрте бой рейтингінен мастер болған. Пропускалардан көрсететін болсам, 6 пропуск ашылған. И алмас алып тұрып еді, со пропуск ашып едім. Бүгін пропуск ашым азында. Таздан кейін пропуск келген. И бір айлық ойчер бар. 20 күні қалған. Праймы 4, 14.748 алмас салынған. Так, оружияларын көрсететін болсақ, МК-ға 5 скин бар. Мынандай МК-лар бар. АК-дан 4 скин бар. 4 АК-ға скин бар. 3 Скарға скин бар. 3 Гразаға скин бар. 3 Гразаға скин. Бұл Гразаны кім есе жігіттер қыздар? Бұл Граза инкубатордың Гразасы, бір олд Граза. Соны джекпотқа қосып еді алдым. Содан кейін бұл Гразаны түсіріп алған болатын. Фамастан 6 скин бар. Алдың пропусктан фамасы бар. И мына пропуск, олд пропуск. Олд фамасам бар. X78-ден 3 бар. Ан-94-ден 2, плазмадан 2, ауықтан 6 скин бар. Ауықтан парапалдан эволюция бар. Плюс мына скин бар. Бұлам инкубатордың скины. И мынандай Димародыққа скин бар. Мынандай оружиyaға 1 скин бар. М14-ге 1 скин, СКС-ге 1 скин. Бұл джекпоттан шығған скин. Мынадан СПД-дан 2 скин бар. Ястреттен 5 скин. 5 скин бар. АС-80-нен 5 скин бар. И пулеметтарға келетін болсақ, на пулеметтен 4 скин бар. Зомбидің скины да бар. Неге зомбидің скины біреулер алып неге істете алмайды? Ол себебі зомби деген картада істейді. Бұл оружияны алғанымызбен бәрін мұны зомби картада ойнай аласыңдар. Басқа мына оружиялардың скиллерін зомби картада ойнай алмайсыңдар. Так, мына тек мынаны зомби картада ойнай аласыңдар. Мынауын бар, зомби картада ойнайтын. И мынауын бар. Плюс кортқа 1 скин, мына пулеметтен 1 скин бар. UMP-лерден келетін болсақ 9 скин бар. Мынандай скиллер бар. Оживленный зверь бар. Аккаунтта MP5-тан 9 скин бар. Бір эволюция бар. И мынандай MP5-лар бар аккаунттың ішінде. VSS-тан 2 скин бар. Біреу олд па, олд емес пе білмеймін, бірақ олд скин негізі. М40-тан 5 скин бар. P-тоқтан 2 скин бар. Томпсондан 2 скин. Вектордан 5 скин. Зажимщикпен ғой, короче. Магоннан 6 скин. Бизоннан 3 скин бар. Драбашлардан келетін болсақ, 6 оқлы драбаштан 3 скин бар. Спастан 1 скин. Досокыдан Павлбай бар. И мынандай Досокыда бар. Макжиттен 5 скин бар. Кинетский дробовик 1 скин. Мынандай 9 оқлы драбаштан 1 скин бар. АБМ-нан 3 скин бар. Бұл олдовский скин. Короче, бір атқанда 300-ден береді. И бір атқанда бір адамды құлата аласыңдар ұзақтан. И мынандай корректан 1 скин. Мынандай АБМ-нан
3 скин, мынандай абонент 4 скин, мынандай аптечка беретін мылтықтан бір скин бар аккаунттың ішінде. И мына бүгінгі скин жоқ. Короче, USP'де скин жоқ, Eagle'да 4 скин бар. G18'ден 1 скин. Мынандайдан бұдан 1 скин бар. Эпизодтан 2 скин, нождан 3 скин, мынадан 1 скин, мынадан 1 скин, мини-юзидан 3 скин бар. Аптечка беретін пистолетте де 1 скин бар. Бұл пропусктың скины. Так, сковородкадан 5 скин, мынадан 7 скин, көріп кетсеңдер болады, 7 скин бар. Мынадан 9 скин бар аккаунттың ішінде. Мынадан катанадан 3 скин, кассадан 5 скин бар. Бұл қақын кассасы деп ойласаңдар, бұл пополнениеден кассалысы, бұрында пополнениеде 100 алмазға пополнение жасаған болатын, соған алдым. Так, бір кулак бар аккаунттың ішінде, бұл кулак тақпаймын, себебі нәм-нәхам болып кетеді, кулак қолыма ұстасаң нәхам болады. Кулак нәхам болып кетеді, соң үшін тақпаймын. Гранаталардан 21 гранат бар, бұл олдовский гранатам бар аккаунттың ішінде. 17 стенкаға скин бар. Стенкаларын көріп кетсеңдер болады. Стенкалардың скины осындай жігіттер қыздар. Сендер лайк басып комментарий жазып отырыңдар. Ал енді складына кіретін болсақ, складында 58 мынандай киім бар, пропусктың киімдері бар, и бандит бар аккаунттың ішінде. Мынандай олдовский шаш бар, скин бар. Так, көріп кетсеңдер болады. Таурақ киімдер бар, қазақский шапан бар, и мынандай киімдер бар. Мынандай туң сахурдың наборы бар, мынандай наборам бар. Шашлардан келетін болсақ 81 шаш бар, оның жақсы көретіндеріне 3 шаш, бұғаны 1 кепкі. Басқалары онша деп айтамаймын, бірақ бар аккаунттың ішінде. Әмесі бар аккаунттың ішінде. 52 маска бар. 52 маска бар, не көріп кетсеңдер болады. Артистский синий қалсаған масканы киіп жүрем, басқаларын киімеймін. Оншелі 21 грим бар, қара грим бар, басқа гримлердің жоқ. Мынандай гримлер бар, мынандай қызыл грим бар. Мынандай гримлер бар. 545 киім бар аккаунттың ішінде. Мынандай футболка бар, 18 деген несі бар, саны бар. Бандит бар аккаунттың ішінде. Мынандай киім, футболка, и мынандай футболка да бар аккаунттың ішінде. Басқалары пропусктың киімдері, и магический тағы басқа киімдер, мастерский киімдер. Мынандай пополнениеден киімдері бар аккаунттың ішінде. Мынандай көп киімдер бар аккаунттың ішінде. Көптеген киімдер бар. Мынандай киім бар. Алоптың киім бар. Алоптың киім қақтан аламыз десеңдер, бұрында берілді 5 балатный. Қазір жоқ ол. Бұлам олд болуға саналады. Так, 97 штам бар аккаунттың ішінде. 97 штам бар. Пуховый жоқ. Ана аккаунтта бар болса, бұл да жоқ. Абалат шақтым, өйткені пуховой маған керек. Қазірше пуховой жоқ. Мынандай штанлар бар, 3 штанды кием. Басқалары бір өзіме ұнамайды, басқа штанлар. Басқалар онша киемейді штанлардан. 91 аяқ киім бар. Мынандай 2 шлепка бар. Мынандай бір аяқ киім бар. Басқа аяқ киімді, көптеген аяқ киімдер бар аккаунттың ішінде. 3 мынандай бутсы бар. 3 бутсы бар. Так, эмоцияларына келетін болсақ, 35 эмоция бар. Мынандай қатып қалатын эмоция, и мынандай пропусктың эмоциясы, и мынау тақыт эмоциясы шыққан кезде шыққан эмоция. Мынандай эмоция жататын. Праймның 4-ші праймдағы істейтін эмоция. Деп істейтін эмоция. И мынандай ойнайтын эмоция, мынандай кунг-фудың эмоциясы, и мынандай Майкл Джексонның эмоциясы, и мынандай қос қайтатын эмоциялар бар аккаунттың ішінде. Таурақ эмоциялар бар, не көріп кетсеңдер болады. Өзіме жағатылар солар. Так, мынандайлардан жоқ. Мынандай Татсуйонкіден мынандай сет бар. Бұл Татсуйонкі. Так, мынау обычный Татсуйонкі, и мынау жүгіргенде қасында питон сей шығады, мынау обычный жүгіру. Так, рюкзактардан 40 рюкзак бар. Мынау олдовский рюкзагам бар, қоянның рюкзагы. Бәрім қазір ешкім рюкзак кимейді аккаунтта.
көріп кетсеңдер болады. Өрімшектің эмоциясы бар, Спайдерменнің эмоциясы бар, папкасы бар, и басқа папкалар бар. 54 адам өлтірген кезде көрсететінен лутбоксынан мынандай лутбокстар бар. Мынандай лутбокс. Көптеген лутбокс бар екен аккаунтта. Мынандай лутбокс. Мен өзім аккаунтымызда да білмеймін, өйткені алынып қалған бір джекпот айландырып отқан кезде түсіп қалған лутбокслар. Лутбокс. Вообще білмедім. Мынандай парашюттан 51 парашют бар. Парашютқа скилер. Ең жағатын парашюттың осы. Бұның стенкасы бар еді алдын. Бұның стенкасын мен алған жоқпын, өйткені бұл алған жоқпын. Көп алмас салу керек болды, соңғышынан түсір алған жоқпын. Болмаса парашюты бар аккаунттың ішінде. Мастерский парашютлар, пропускный парашютлар бар. Олдский пропускный парашюты бар. Так, түсетінен екеуі бар. Бұл кібіретіңде түсесен, түскенде қайып түсесен, жоғарыдан кетіп, самолеттің қасында түседі. Хәмі біледі. Білмегенлер үшін бұл кеменің қасында түсетін зат. Бұл кеме и Нарутоның кезіндегі бар. 53 даска бар. Аккаунттың ішінде көріп кетсеңдер болады. 53 даска. Нахан даскалар бар. Олар мен даска тақпаймын, себебі анаумен түскеннен кейін транспорттардан келетін болсақ 5 спорткарға 5 скин бар. Мотоциклден 14 скин, мотоциклде 5 монстр тракқа скин, 4 мынандай джипке скин, и пикапқа 7 скин, надан 1 скин, надан 3 скин, аттан 1 скин бар. Профиллерін көретін болсақ, мынандай өйкен айтамын еді. Короче, сондай аватаркалардан 167 аватарка фон бар. Аватарка бар, 167 аватарка. Олдский аватарка фонлар жоқ. 152 фон бар. Аватаркасы көп білемін. Фонына қарағанда. Короче, мен көріп кетсеңдер болады. 152 аватарка. И надан келетін болсақ, бір магический куб бар аккаунттың ішінде. И мынандай не десеңдер, бұл олтлар біледі. Бұл зат, короче, магазиннен сата алатын болсаң, алмазға 999 наборларды мен 899 алмазға аламын. Маған зат түсіріп берген. Ал бұрында олтлар біледі. Зомбида ойнаған кезде ұсына алып, ар жағы скиллер алса болады. Юмпиді аламай қалдым. Зомби ивент кетіп қалды. Содан кейін аламай қалдым. Мынада қызыл заттан 120-сы бар. И көріп кетсеңдер болады. Короче, мынандай лутбокслар бар. О, вообще қызық емес. Мынаусы мынандай аннандетілатікі. Мынау соңынан жұбы. И мынау персонаждікі. Бұл персонаждікін қайықтан аламыз десеңдер, пропуска шыққан кезде береді. Бұл менде бәрі персонаж бар, соңшынан алмаймын. Ертең ба қашан екен білмеймін, бірақ 24 июньна күні обновление шығады. Сол кезде содан таза персонаж шығады дейді, содан алатын боламын. Бұл и мынаған келетін болсақ, 93 күнге уровень көтеретін зат бар. Бұл нөні көтереді десеңдер, уровень көтеріледі. Мәселен, мынау менде 59 уровень болса, кіте қалды. Сол көтерседі. Бұл 93 күнге и 7 күнге плюс 2 күн қоссаң 100 күнге уровень көтеретін зат бар. Мынау монета күнге жинайтын 2244 монета болса, мен бір ойын басып шықсам, нормально монета беруге керек болатын зат. И видеомның ақырында не деп айта жақпан, если 100 подписчикке жететін болсақ, осы ай 100 подписчикке жететін болсақ, бір хаптелік ваучерге турнир жасайтын болам. Бір хаптелік ваучер 450 алмаз болады күнге. Һәм бір подписчикме әйтеуір 450 алмаз бұйыратын болады. Оның үшін 100 подписчик боламыз. Турнир бастаймын. Турнирді конта ашады. 48 конта прямо эфирде болмайды ол. YouTubeға салам. YouTubeға салып 450 алмаз ойнататын болам. Сендерге Ahmet, лайк бас, комментарий жазып кет, подписчик басыңдар, фоллоу басыңдар, соңынан
Пока, чао, удачи. Лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңдар. Пока.